Бірде Майнкрафт әлемінде ерекше қаһарман пайда болды. Оның есімі терраформер еді. Ол жердің, судың және ауаның күшін басқарып, кез келген ландшафтты өзгертуге қабілетті еді. Терраформердің негізгі мақсаты Майнкрафт әлеміндегі тұрғындарды табиғи апаттардан қорғау және әлемнің тұрақтылығын сақтау. Бір күні Майнкрафт әлеміне кенеттен үлкен апаттар келе бастады. Алдымен үлкен жер сілкінісі пайда болды. Таулар қирап, жер қақ жарылып, үйлер қиратылды. Одан кейін қатты дауылдар пайда болып, ағаштарды тамырларынан жұлып, ауылдарды қирата бастады. Ал соңында сұрапыл тасқындар ауылдарды су басып, барлық егінді шайып кетті. Бұл апаттарды жеңу үшін терраформер өз күшін пайдалануға шешім қабылдады. Ол алдымен жер сілкінісінің салдарын жоюға кірісті. Ол жерді қайтадан тегістеп, тау жоталарын қалпына келтіріп, қираған үйлерді қайта тұрғызды. Терраформер жерді мықтырақ етуді және сілкіністерге төзімділікті арттыру үшін жердің астына терең тамырлар салды. Келесі кезекте дауылдармен күресу керек болды. Терраформер желдің бағытын өзгертіп, оны әлсірету үшін үлкен тауларды тұрғызды. Жел енді жаңа құрылған таулардың айналасынан өтіп, ауылдарға зиян тигізбей өтті. Терраформер ауылдарды күшті желден қорғау үшін орман ағаштарын қайта отырғызды. Ең соңғы сынақ тасқындарды тоқтату болды. Терраформер өз күшін пайдаланып, үлкен су қоймаларын жасады. Олар тасқын суларды ұстап қалды. Ол сонымен бірге каналдар жасап, артық суды ауылдардан алыс қалып кетті. Су тасқындары тоқтап, ауылдар қайтадан қауіпсіз болды. Терраформердің әрекеттері арқасында Майнкрафт әлемі қайтадан тыныштыққа бөленді. Тұрғындар оған ризашылығын білдіріп, оны өздерінің қорғаушысы деп таныды. Терраформердің ең басты міндеті табиғат күштерін басқару арқылы Майнкрафт әлемін қорғау екенін түсінді. Ол ешқашан тыныштық таппай, әрқашан дайын тұру керек екенін білді. Осылайша терраформер өз миссиясын орындап, Майнкрафт әлемін табиғи апаттардан қорғауды жалғастырды. Оның күші мен мейірімі арқасында әлемдегі барлық тұрғындар бақытты және қауіпсіз өмір сүре бастады.